Осы кейбір кезде ойлайсың, шынымен де өмірде бақыт бар ма деп. Мысалға біреулер жаңағындай үйленіп, бала шағалы болғаннан бақытты болады дейді. Біреулер жаңағындай арман мақсаттарына жетіп, мансаптарына жаңағындай білім жағын мысалы қуалап, содан бақытты болып, біреулер бай болып, ақшалы болып, содан жаңа дүние алып, мысалы бақытты болады. Біреулер дінге беріліп, жаңа Құдайға бағынып, құлшылық етіп, содан бақытты көреді. Біреулер саяхаттап, мысалы бүкіл әлемді сөйтіп бақытты болады дейді. Менің ойымша, адамның әр басының өзінің жеке бақыты өзің қолыңда негізі. Шынына келсек. Өйткені ол сенің таныстарыңа, жаңағындай әріптестеріңе, туған туыстарыңа, жұбайыңа, мысалға, немесе тіпті сенің ата-анаңа да керегі жоқ ол. Ол сенің тек қана сенің қолыңда. Өзіңді бақытты ол, өз қолыңда. Неге десең, ол өмір солай. Өйткені сен бір адамнан сені бақытты қылуды сұрай алмайсың. Құдайдан сұрай алмайсың бақытты болуды. Сен тек қана сен өзіңді бақытты қыласың. Өйткені ол бақыт деген өте күрделі еңбек, күнделікті. Сондай күйде болу. Адам сол күйде өзін ұстай білсе, күнделікті жаңағындай өзін бақытты сезінсе, мысалы, ешкімге жаңағындай арбаланбай, ешкімнен сұрамай, өзі бақытты болу білсе, басқа отбасын, жұбайын, жаңағындай басқа адамдарды қуанта алады, бақытты қылады. Сол үшін әрдайым бақытты болыңыздар.